Жедел жаңалық, тезірек көріңіздер. Бұл жаңалық үшін видеомыз астына бір емес, мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Желіде жақсы жаңалық тарады, барша хабардар болсын. Бұл жаңалық үшін видеоролигіміз астына бір емес, мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Әр баланы бағуға мемлекет ай сайын ақша төлейді. Қазақстанда кәсіби асырап алушылар отбасылар пайда болады. Қазақстанда алдағы уақытта құрылатын кәсіби асырап алушы отбасылар қандай болатыны белгілі болды. Бүгін тиісті заң жобасын депутаттар қарады. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі хабарлайды. Олар бұл тәжірибені балалар үйі мен интернаттағы балаларды кәсіби асырап алушы отбасыларға беру арқылы олардың санын азайту үшін енгізбек. Әр баланы бағуға мемлекет ай сайын белгілі бір соманы төлейтін болады. Депутаттар мен шенеуніктер бұл мәселені әлі де қарап жатыр. Сонымен қатар айына ата-ана еңбегі үшін 70 мың төленеді. Ал бұл шамамен 250 мың теңге. Бұл ретте бір кәсіби жанұяда ең көбі 4 бала тәрбиеленеді. Оларды ерлі-зайыптылар да, жалғыз басты әйелдер де асырай алады. Алайда олардың жасы 30 бен 53 жас аралығында болуы тиіс. Видеоролигіміз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Сау сәлеметте болыңыздар.